Бер жақпен жүре берсеңші. Тіке жүре беріңіз. Жоқ, ол сіз былай қарай кеттіңіз ғой. Қазір былай қарай жүріңіз сіз енді. Жоқ, мына жаққа қарай жүргенізші. Жоқ, дұрыс кетпедіңіз сіз. Былай артқа қарай кетіңізші, артқа. Жоқ, сіз қазір қалай тұрсыз? Былай тұрсыз ба, былай тұрсыз ба? Жоқ. Жоқ, былай қарай тұрыңызшы. Кім? Жоқ. Қай көшеде тұрсыз? Нақты айтыңызшы. Сол жерде тұрыңыз да сұраңызшы өткендерден. Фурманова деңізші, Фурманова. Фурманова Гоголя деп айтыңызшы. Жоқ, қазақша жоқ Фурманова. Фурманова дейді. Жоқ, аға, қазақша, білмеймін, қазақша Фурманова шығар. Фурманова бола ма, білмеймін. Енді аударылмайды ғой. Иә. Аха. Сұрадыңыз ба? Жоқ, сіз қай жер тұрғаныңызды айтыңызшы қазір. Жоқ, о жер теректер жоқ. Терек. Бәйтерек несі? Қай жерде ол? Астанасы несі, аға? Алматы десеңізші. Алматыдамыз ғой біз. Жоқ, мен Алла бергенмін. Сәбит емеспін. Сіз мұхит емессіз ба? Кешіріңіз онда, ой, кешіріңіз. Ой, қателескен. Иә, кешіріңіз. Жарайды аға. Жақсы қабыл болсын сізге де ораза қабыл болсын. Жақсы аға. Сау болыңыз, ренжімеңіз, аға. Алматыға келсеңіз, міндетті түрде үйге келіңіз. Білесіз адресті, Фурмановадан бұрылып кетесіз бері қарай. Жарайды, жақсы, сау болыңыз аға. Бостан-босқа единицаны құрдым. Отағасы, сіздің единицаңыз қалай кетеді? Ол сізге звондап тұрған жоқ па? Жоқ, бірінші өзі звондады, 1 сағат сөйлестік екеміз. Одан кейін единицасы бітіп, мен звондадым одан кейін. Екеміз тағы 1 сағат сөйлестік. Сонда 2 сағат сөйлескенде бар ғой, бір-бірімізге сен кімсің деп сұрауға ұялып тұрғанбыз ғой сонда. Жібере бергенбіз ғой. Сізде ұялмайтын нәрседен ұялып, вот менікі ұят болмасын деңіз. Не болып қалды? Тамағымның тұзы көп болып кетіп, күн ұзақ ауыз бекіткен адамдар. Тұз ашты, тамақ жеп ұят болып қала ма екен, а? Өле тұрған ештеңе жоқ, күнде жеп жүрміз ғой. Жоқ, тұра тұрыңыз. Жоқ, түсінбедім мен сонда. Менің тамағым сізге ұнамай ма? Жоқ, ұнамай ма дегенде емес енді бұл. Сіз еще ойланып тұрсыз ба жауап беруге? Жоқ, бәрі дұрыс. Қандай адамсыз, я? Кеше ғана имам айтты ғой, әйелдерің тамағын жамандамаңдар деді. Керісінше мақтап қолдау көрсетіп қойыңдар деді. Ал дәмсіз болса үндемей ақ қойыңдар деді. Жоқ, ол мынау печеньең бар ғой, ерекше сен. Мынау бар ғой, мынандай печенье ешкім істей алмайды ғой. Қазір ауызға шыққаннан кейін бар ғой, ой, бір жақсылап. Бір жейміз ғой. Қандай адамсыз, сіз 10 жыл отауласқанда бір ретте мен тамағымды мақтаған жоқсыз ғой? Жоқ, мынау печенье ерекше емес, ағын айтайын шынымен. Мынандай печенье. Мен неменеге мақтап тұрсыз көрші әкелген печеньені? Көрші әкелдім, мане. Сенің рецебімен жасағаннан бәрі бар. Қойыңызшы, мен ренжідім сізге. Жоқ. Мен қайта маған қолдау көрсететін шығар десем, ештеңе етпейді. Сенің аузың берік болғаннан кейін сен тамақтың тұзын көре алмадың. Содан кейін тұзы сәл-пәл басым болып кетті деп. Жоқ, ештеңе етпейді. Уайымдамашы. Сен аузың берік болғаннан кейін сен тамақтың тұзын көре алмадың ғой. Содан кейін сәл-пәл басым болып кетті тұзы. Жоқ, неменеге мен сөзімді айтылып жатсыз енді? Енді сен ғой өзің солай айтшы дедің ғой өзің. Қойшы. Şimdi айтып жатырмын. Ода тұрған несі бар? Енді қатты қиналып тұрсаң, тамақ пісіріп жатқанда ақырын тілің ұшымен ғана дәмін көрді. Жұтпа, түкіріп тастай сал, болды. Ойбай, қалай, мен аузым берік қой. Кеше мешітте имам айтты ғой. Ораза туралы айтқан кезде, егер ауыз берік адам көпшілікке ауызашарға тамақ дайындайтын болса, кішкене ғана тілін ұшымен ғана дәмін көріп, жұтпай түкіріп тастаса болады деді ғой. Бола ма не? Иә, бірақ ары қарай отырып екі кесе сорпа ішіп жалғастыруға болмайды. Тек түкіріп тастаса болады деді ғой. Жүр, мен бәрібір сізге ренжідім. Ақыры мен тамағым ұнамайды екен. Неменеге бүгін 2 тамақ істетіп жатсыз? Біресе палау бас, біресе ет ас деп. Енді біреудің тұзы нормальный болғанда. Жоқ. Әдемі ғой? Бұл жерде ет тұрса.
мына жерде палау тұрса, мында бастық отырады, мында жаңғыр отырады. Сонда екеуіне бола ма? Енді бастық ет жақсы көреді, жаңғыр палау жақсы көреді. Екеуінің ренжісіп жүргеніне қанша уақыт болды? Әлі татуласқан жоқ па не? Бір-бірімен сөйлеспейді. Мә. Ана кісі бар жерде мынау келмейді, мынау кісі келсе мынау келмейді, әйтеуір осы. Соны ойлаған ғой, сен қасиетті Рамазан айы ғой енді. Кешірім айы, мейірім айы, ауызашарға шақырсақ келіп, ауыз ашып, өздерінің ең дәмді тамағандарын, жақсы көретін тамағын жеп, бір көңілденіп, бір жүректе мейірім оянып, бір-бірін кешіріп, татуласып кете ма деп ойлағам ғой енді. Ол жақсы ой екен онда ол. Өйткені білесің ғой енді. Екі мұсылман ренжісе, соларды татуластырса, татуластырған адамға аспан мен жердің арасы жақсылыққа толады дейді ғой. Ең жақсы амал ренжіскен адамдарды татуластыру, достастыру екен ғой. Қойыңызшы. Соған ойлағам ғой енді, өзім ғана ала бермей, сауапты екеуміз бөлісейік. Онда мен бүгін жақсылап тұрып істейін тамағымды. Тұзын бәрін баптап салып, әдемілеп. Не болды? Құрыдық. Не болды? Ұры түсті ма не? Не болды? Бір нәрсе күйді ма? Дастарханға торт алуды ұмытып кетіппін. Не алуды дейді? Торт. Не болды? Не болып қалды? Сен торт алмадың ба сонда? Ұмытып кетіппін мен. Қойыңызшы. Торт алмадың ба сен сонда? Не болды? Ауызашар қабыл болмайды болды ғой енді. Ойбай, бір торт қабыл болмай қалмайды шығар енді. Білмеймін енді, сен сондай қылып айттың ғой. Мен енді арқар ойната салдым енді. Ой, сізде. Мен енді әйел болғаннан кейін өзім дастарханым әдемі болған қалай. Каскелет, торт жоқ. Немен шай ішеді ол? Ода тұрған несі бар? Бәрі бар. Тәттің бар, су бар, жемшидек бар, бауырсағың тұр. Енді білмеймін, бәрі бар. Барымен базар. Енді бұл ауызашар ғой бұл. Білем ғой. Ораза. Тамақтан тыйылатын ай ғой. Біздер керісінше ораза келе жатыр десе, аштық келе жатыр деген сияқты. Алдын продукттың бәрін алып, холодильниктің бәрін тоңазытқыш толтырып тастаймыз. Сөйтеміз ауызашарда жейміз, тоқтамай жейміз. Сәресіге дейін сағатты көрші деп қойып тұрып жейміз. Уақыт біткен жоқ па. Сен күн ұзаққа қарын деген қан бейіп кет, ауа жетпей. Ауызашар ораза ғой, тамақтан тыйылатын ай. Оның үстіне енді ойлашы, келген қонақтар енді. Біреудің үйіне қонаққа келіп тұрып, кіріп кеп, ит кеп. Ойбай, торт жоқ па не? Торт жоқ па не? Деп демейді ғой енді. Мен мысалы қонаққа баратын болсам, ешкімге звондап, мен торт жеймін, маған торт қойыңдар дастарханға. Мен мынандай ішемін, маған осындай қойыңдар. Келді. Дайында, келді ғой кісілер. Есік ашық, кіре беріңіздер. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам, урахма. Аказым. Мұсылман қорғаны қолда. Дұғасы бар. Уағалейкум ассалам, урахматуллахи ва баракатух. Қалай? От сауап сенікі алда қаласа. Үйрем жүрсің ба? Үйрем жүрмін. Қош келдің, Данияр, көрлет, отыра беріңіздер. Үй құтты болсын, Алеке. Ой, рахмет. Ремонты әдем екен. Ой, әрең біттік. Анау сыртын біткеннен кейін, ой, ішінде екен ғой, барлық проблемам бар. Ішінде майда жүдес, есігін істесең, терезесінен кейін свети, тоғы дейді, анау дейді, мынау дейді. Онда біреуді қарғағың келсе, үй сол деп қарға дейді екен. Бітті қой, бірақ, Аллаға шүкір. Алеке, сағат қанша болды? Ой, сағат әлі уақыт ерте. 1 сағаттай бар алды, әке. Ауызашарға әлі. Осындай кезде уақыт жүрмей кетеді. Солай ғой, жақындаған кезде,
ауыз ашарға жақындаңыз, ай бір уақыт қарашы деген. Мә, Алдеке, дастарханды өлтіріп жүрсіздер ғой кәдімгідей. Енді о қашаннан бері шақырамай жүрген еді ғой. Бүгін ауыз ашқаннан кейін бір жақсылап тұрып бір шай мен торт жесек, Иә. Иә. Негізі бір торт керек еді бәрі ше. Нормально бәрі деп айтыңыз. Дәке, алаңса қазір ауыз ашамыз. Ауыз ашқаннан кейін бір ерекше печенье бар ғой. Сіз бұндай жек көрмегенсіз. Біздің үйдің рецептімен жасалған да. Иә, жарайды, оны қойыңызшы. Қалай, үйдегілер қалай бәрі? бәрі жақсы. Ата-анаңыз қалай? Ата-анам сәлем айтып отыр. Көкемдер, дұрыс, жақсы болсын. Сол кісілер аман болсын айтыр, Алдеке, бір сұрақ қойғым келіп жүреді. Енді сіз осы жолда біраз болып қалды ғой жүргеніңізге, Қай жолда? Осы жолда. Енді бір жылдан асты ғой, үйді ағалы бер. Сол ас үй мен есіктің арасында жүріп біраз болып қалды жүргенде. Жоқ, Алдеке, намаз жолында деп отырмын. Адам шошып қойды, осы жолда деп адам шошты. Бірден айта салмайсыз ба? Енді біз аталарымыз намаз оқып ораза ұстады, әкелеріміз ораза ұстап, намаз оқып, соларға қарап, аталарымыз кішкентай кезде бізді оятып алатын ғой. Балам, тұр, ауылбектем, сәресі. Ұйқылай алып солардың қасында отыратынбыз, кішкентаймыз ғой. Соларға қарап үйреніп, артынан ілесіп, бала күннен ғой. Тыныштық па не болып қалды? Бір досым бар еді. Осы Алматыда тұрады. Иә. Атырауда вахтада жұмыс жасайды. Енді ауызды Алматының уақытымен ашады ғой, Қалай? Бір сағат айырмашылық бар ғой бізде. Прописка Алматыда ма? Пропискасы Алматыда. Онда Атыраудың уақытымен ашады ол. Неге? Өйткені ауыз ашарға прописканың қатысы жоқ қой. Күнге байланысты ғой, күн қай жерде шығады, сол жерде жүрген болса, соған қарап ауыз бекітеді. Сағатты жылжытуға бола ма? Құдай сақтасын, бір сағат. Болмайды. Тіпті Алматыдан ауыз бекітіп ұшып шықса, кешке Атырауға барса, Атыраудың уақытымен аузын ашады. Атырауда бекітіп, Алматыға келсе, Алматының уақытымен. Жергілікті жердің күн қай жерде болса, сол жерге байланысты. Болмайды ғой. Онда мен айтайын оған. Дұрыстап айт түсіндір ол. Қай досың ол сен? Бұрыннан араласатын досым ғой. Қай досың ол? Бәрін білем ғой достарымды. Класстасым ғой. Қойшы, екеуміз бір класста оқыдық қой деке. Роддомдағы досым ғой. Әйтеуір үйтіп шығып кеттің, Есік дос. Жақсы, мен есікті ашайын, сен сағатын дұрыстай сал, есік аш, кіре беріңіздер. Жұмеке, алейкум ассалам. Жұмеке, жүріңіз. Рахмет, Жұмеке, келгеніңізге рахмет. Ертің қабыл болсын. Келмей қалама деп қорқып едіңіздер. Дастархан жайылған жерден қашан қалды ме? Ассалаумағалейкум, Жұмеке. Қалайсыз? Келіңіз, өзіңіз ба? Жәкең, Жәңгір бауырым, ассалаумағалейкум. Не болды? Операцияға түссің бе не? Тыныштық па? Аузым бер қой. Қабыл болсын. Жәңгір биыл бірінші рет ауыз бекітіп, Алла қабыл етсін. Жарадым. Тыныштық па? Мә көз кетіп барады, қарал. Не болды? Көзім қарауытып кетті. Кел. Аузымда ішіп берейін бе? Кел. Отыр. Қабыл болсын, жарадың Жәке биыл сен. Патриоты. Лифт істемейді деп айтпайсың ба? Кемейтін едік қой. Лифттің не керек бар, Жәке? Біз бірінші этажда тұрамыз ғой. Айтсам сенбейді. Қойш. Бірінші этаж ғой. Мә, маған ана 5 ступенькі 5 этаждай көрінді ғой. Ой, қиын ғой. Біз жатырмыз ғой үйде. Ораза басталғалы шықпайым ғой, ешқайда. Сенен ұялғаннан келіп тұрмын, шыны керек. Үйде жатырмыз ғой, бізде терезен газетпен қараңғылап тастағанбыз. Кондер ұрып тұр, Wi-Fi ұрып тұр. Российский сериал жинап тастағанбыз. Ауыз ашқанға дейін сериал көреміз. Ауыз бекіткен кейін сериал көреміз. Ой, рахат, ораза деген, рахат екен. Жатып алып сауапты жинаматсыз ба? Солай айтуға да болады енді оңға. Әркім әртүрлі айтады ғой. Өздерің де ше. Дұрыс қой енді. Ой, мен үйреніп қалдым. Ой, почти 3-ші айға кетіп барады ғой менің ораза ұстағаным. Ой, ше, осы бар ғой. Осы мен оразада қиналмайтын шығарсың,
Гектар жерді қарасайшы. Жәкең өзін айтсашы қорқынышты ма? Жәкең өзінен. Бірақ, мен айтам да, мені қойшы. Мынаның оразасынан қорқам, негіз бар ғой кейде. Өйткен өзі арық бейшара. Мына оразада арықтап бір күн жоқ болып кетсе қайтеміз. Таппай қалып жүрмей, жәңгір қайда. Күлген сайын запасты қарасай, бүлік. Мен мынаның орында болсам деймін да. 2, жоқ, 3 аптада бір рет ауыз ашатын дедім. А мен болғанда бар ғой, мүлдем ашпайды дем. Жынысың ба сен? Басың істей ме сен? Өліп қаласың ғой? Не айтып отырсың сен? Осы қуама бірдеңе соңғы өзі қуып жүрсе. Жоқ, қайта бірдеңелер айтады. Қайта түзелген бол. Сөзі түзеліп, бұрын вообще қуатын еді ғой. Қараш, жүзі нұрланып, басына тақия киіп, помойын бар ғой, осы намаз оқып кеткен ау дейма. Дұрыс айтасың Жұмеке. Осы ораза бастағалы 5 уақыт намаз оқып жүрмін ғой. Ой, молодец. Қабыл болсын. Дұрыс қой мына. Не болды? Аварияға түстім мен. Жоқ, Мына нап намаз оқып кетті. Парыз етілген ғой. Құдай сақтасын. Сенде болмайтын әңгімені айтады, жаңа орын. Намаз оқушы міндетті түрде аварияға түсу керек емес шығарсың. Қайдан білейін, мен таныстарым бәрі сондай ғой. Біреу арақ қойғаннан кейін оқып кетті. Біреу ажырасқаннан кейін оқып кетті. Біреу басына іс түскеннен кейін оқып кетті. Біреу аварияға түскеннен кейін оқып кетті. Сосын айтып жатқаным ғой. Жәкең. Олай бастағандар ерте тастап кетеді дейді. Қой. Олай айтпаңыздар. Қайта қабыл болсын деңіздер. Аллаға шүкір, ұзағынан сүйіндірсін деңіздер. Өйткені Алла Тағала әркімге әртүрлі қылып береді ғой еді. Мынау енді Алла кез келген қолына дүниені бере береді екен. Қарамайды ол, мұсылман ба, мұсылман емес па, ақ па, қара ма, бәріне сұраған адамның бәріне бере береді. Ал енді өзінің сүйікті құлдарына таңдап, осындай иман, осындай өзінің парыздарын нәсіп етеді екен ғой. Қайда сіздерде Аллаға шүкір биыл ораза ұстап, бәріміз Алланың сүйген құлдарының қатарына кіріп. Шынымен де, оразаның о деген әркім білмейтін еді қой шынымен де. Дұрыс, өздеріңде қалай? Қалай болып жатыр өздеріңде? Дайындық, ораза. Түк қиналып жүрген жоқ. Айтып отырмын ғой, жаңа 3-ші айға кетіп бара жатыр жерім. Мен ораза ұстап жүрген. Өзі бір ағай. Басталғанына 10 күн болды. Ан екеуін қайдан алып келдің сен? Сербейді. 3-ші айға кетіп бара жатыр. Жұмекең алдындағы Шағбан, Ережеп бәрін қосып ұстаған ғой. Ой, Ережепті танымайды екем шын айтайын. Мен ғана Тимур айтты ғой. Өзімнің диетологымда бармайын ба 2 ай бұрын осыдан арықтай қояйын деп. Сөйтіп айтты, таңертең ішесің, сөйтіп кешке бірақ ішесің. Түсте вообще ішпе деді. Сөйтіп жаңа ұстап келе жатырмын, 2 айым бітіп бара жатыр еді. Ораза басталып кетті. Жалғастыра салдым диетамды, әне. Оразаны диета үшін ұстап отырсыз ба, Жұмеке? Арықтау үшін ғой. Ниетіңіз қалай сонда? Диета, әуминизм. Оразаны арықтау үшін де ұстауға болады ғой. Жанында сауабы жүре береді. Жоқ, өң жұмада айтты ғой. Ұстаздар айтты ғой. Рамазан айында адам өзін құлшылыққа арнау керек, білімге арнау керек дейді. Сен немен арықтау үшін деп. Біреу семір алмай жүрсің. Ой, жаңғырды әдейіп сен сияқты шахуаттан жіберетін бопты ғой. Жұмеке, қайдағы шахуат? Тағуат деп айтсашы. Қайда дейді. Аузына келген дейді. Жұмеке, бәрі дұрыс қой, бірақ ниетіңізді Алла үшін деп ұстасаңыз, амалдардың барлығы ниетке байланысты екен ғой бірінші. Сіздің ниетіңіз Алла үшін болатын болса, оразаны Алла үшін деп ұстасаңыз, Алланың разылығы үшін деп ұстасаңыз, Алла Тағала тілегіңізді бірден қабыл етеді. Семіз болсаңыз артады, арық болсаңыз толтырады, кедей болсаңыз байытады, тілегіңіздің барлығын қабыл алады ғой. Одан кейін ар жағынан өзі бәрі Алла реттеп қояды. Ал енді тек қана диета үшін, арықтау үшін десеңіз, сауап ештеңе болмайды. Кешке дейін аш жүргеннен басқа ештеңе болмайды. Бәсе, в общем, оразаны арықтау үшін деп ниет етуге болмайды ғой. Оразаны ораза үшін деп ұстау керек та, Алла разылығы үшін деп.
бәсе 2 айдан бері 1 грамм тастаған жоқпын ғой. Онда ниетімді маған, значит, полный перезагрузка ету керек қой, а? Өзің тоқтан суырып қайтып шықсай. Болды, түсіндім. Сәлем бердік. Көп жасай. Қош келдіңіздер. Кел, мына жаққа. Мына кешке қазір уақыт болып қалды ғой уже. Қазір ауыз ашып. Торт жоқ па не? А? Оны не қыласың? Ой. Оны білгенде Русланның үйіне баратын едік қой. Қош. Әйелі өлтіріп пісіреді тортты бар ғой. Красный бархат дей ма, вупи пай дей ма, сникерс дей ма, тирамису дегендерді бар ғой. Бейт пісірген кезде бар ғой. Шай ішкен кезде кем, рахат қой. Болады, бәрі. Ауыз ашып қабырсам. Мен алып кетші. Алла қаласа болады, бәрі. Қазір, ауыз ашып, өзіміз қазір. Уақыт. Кісілер келді ғой деймін. Кісілер келді, Алла қаласа. Қазір отыра беріңіздер, кісілер келді ғой деймін. Кірсеңіз. Уағалейкумассалам. Келмейді ма деп ойламай, келді. Рахмет, бүйтіп күтіп алады деп ойламаппын. Жоқ, торт қайтып жатыр. Сен қашың. Тортты. Ана үй құтты болсын, патрон, жолдан аласың. Бізге ма? Сіздерге не деген? Сәйкестік, екеуің бір дейсіңдер. Қарасаңшы. Оразада тілектің бәрі қабыл болып, тортта келді міне. Абайла қуат болмаңдаршы, әрең алдық. Аллаға шүкір еді. Рахмет. жағдай қалай, патрон қалай? Кел отыр. Бәрі дұрыс па? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Адаспай тауып келдің бай деп. Азынан бері өлдік қой. Күтіп жатырмыз сізді. Ей! Ой, уақыт келген жоқ әлі. Аузың ашылып кетеді. Майға! Түкір, ей! Түкірсәш! Қойыңыз. Уақыт келген жоқ қой әлі. Ей! Не болды? Не болған ес, почти болды? Ей! Біздің аузымыз берік қой? Сенің аузың серік па не? А? Ауыз бекітпедің ба? Жоқ. Амандасып қойдық қой мен? Ей, Рамазан айы келді ғой, сен ауыз бекіткен жоқсың бей. Ой, ауыз бекітпеген жоқпыз бе? Не болды сонша? Адам желкесін ұрып өлтіріп қойын дедіңдер ғой? Оразаны мен ұра бересіңдер ғой, ораза ұстамасам? Қалай не ауыз? Кім шақырды? Мен шақырдым. Немен шақырдыңыз? Бауырымыз ғой, коллектив. Бешір ма не? Рухани байық деп келдік қой. Енді дұрыс қой. Не ана істеп отырған не ана қарашы. Бұл тамақ жеп отырған ау. Тамағын шашыратып. Мені қойшы, Даниярды қойшы, мына бәрің шыдап отыр ғой. Атылайын деп отырған мынау. Дұрыс па сол алды екен? Қайтесің. Дұрыс па? Енді қайтесің. Жоқ, өсеп болып кетпесін, айтайын. Бірақ істеп алып тірлігі дұрыс емес ол. Қара. Ешем саған үйіндегі тірлігі анау, үйінде абырой жоқ. Не жұмыста коллективтің арасында абырой жоқ. Не кеше ана әйелі кетіп қалды, пожалуйста, міне, мен саған айтайын. Чувак, кетіп қалған жоқ. Әйел босанып жатыр деді ғой. Ажырасып кеткен жоқ па не? Жоқ, әйел роддомда босанып деді ғой. Қойшы, ажырасып кетті ештеңе сияқты. Кетіп қойшы. Қайтесің. Қазір бостамыз ғой, сабағыңнан айырып қаласың. Аузың ашылып кетті ғой. Жарты сағат бар ғой. Аяқтың аузарсан шошып кеттім. Шағара. Мұсылманды өсектеп ғайбаттайтын болса, бір-бірін етін жегенмен бірдей болады екен да. Ауыз ашылып кету қауіп бар дейді. Қойш. Сауабынан айырылып қалатын қауіп бар дейді. Өсек десе ма? Өсек айтса ма? Ондай нәрсені айтып қойсаңдаршы. Талай адам бір жерге апарып жатыр ғой біздер. Қайтесің енді? Бүгін көріп, Алла бір ораза ұстап кететін шығар. Пончик, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Не болды, енді таңдың ба? Жаңа пешен жегенің таңып қалып сен күшті екен. Қалай жағдай? Байқамай қалды, кеше сен, не болды? Болды ғой, сен жей бермесең. Айтыңдар сен мынаған. Мынау уже менің алдымдағыларды жеп жатыр ғой. Ауыз ашқаннан кейін өзім жеймін деп қарап отырмын ғой. Қойсайшы болды ғой. Жей береді, мен де жегім келіп кетеді ғой. Тиіспеші. Өзің ауыз бекітпедің ба? Ауыз бекіткен адамдарды кішкене сыйлап үйренсейші сен.
сыйға алмайсың айтшы мынаған Енді Жұмеке жетеді, уайымдамаңыз, бәріне жетеді. сыйға алмай отыр Жоқ, Пончик бауырым, енді бауырларың бір құрмет көрсетіп қойсаң болады енді. Қасиетті Рамазан айында бір жақсылыққа ниет қылған екен, ораза ұстап жатыр енді. Бір құрмет қылып қой енді. Өйткені анау құрмет қылудың өзінде бір үлкен ғибрат бар ғой. Ана бір оқиға бар ғой, Жұмеке, білесіз ба? Ана бір өзге дін өкілі, христиан діні болса керек, бір кісі. Балалар көшеде тамақ жеп жүреді екен осындай ораза айында. Балаларына ұрсады екен. Ей, кіріңдер үйге. Үйге кіріңдер, ау қараңғы бөлмеге барып жеңдер. Ешкімге көрсетпеңдер деп. Неге десе, әкесі айтады екен, ей балаларым, мынау ай мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы. Олар таңертең кешке дейін бір Құдайының ризашылығы үшін аш жүреді, нәр татпайды. Ал сендер су ішіп көшеде жүрсеңдер, сендерге қарап тәбеттер ашылып, күнәға батып қап, соған сендер себепкер болып қала ма деп қорқамын. Құрметтейік біз оларды, сыйлайық ондай қасиетті айын деп. Сол христиан құрлы болмады ғой мына бейшара, иә? Болды. Айтесыз енді, Болды ғой, тәубасына келіп, мен аузын бекітіп жібер. Ауыз ашатын уақыт болды ғой. Қайдан білейін, жаныма шол. Басекең келді ғой деп. Жайғаса беріңіздер, мен Басекең. Қарсалайын, Басекең. О, Мұхида, ассалаумағалейкум. Иә, аман есе, келіңіз Мұхида. О, келгеніңіз дұрыс. Охо! Үйді өтіріп жүріпсің ғой кәдімгі. Енді ремонт енді бітті. Люстра, абой, осылай берді ма, айтшы, осылай берді ма? Жоқ, кішкене осындай сияқты, бірақ черновой қып берді ғой. Черновойың өзі осындай болса күшті ғой. Өзім жасап алдым әйтеуір, Аллаға шүкір. Ең бас ұялық ай. Құтты болсын. Рахмет, рахмет. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, Басекең. Қалайсыз? Қалай, аман ба? Ассалаумағалейкум, Басекең. Қалайсыздар, аман есен? Мен алдымда келген шығар, сен кешігім, ә? Кішкене кешігіп Өмірге келді. жетті. Қалайсың, ә? Аман ба? Ал, қош келдіңіздер. Аман есен, қалай ораза қабыл болсын. Жақсы, Әзге, о, сіз ораза ұстап. Басында бір 3 күндей қиналдым, әй. Ары қарай оңай бітті. Өз солай болады ғой, негізі оңай ғой. Жайғаса, кәм, Жәке, кел. Жәке. Қалайсыздар, Басекең? Жәке. Аман есен. Иә. Жәке, кеш, Жәңгір. Кәз. Дасан, отыр, кел. Кәз киім ауыстырайын. Қош, Жәке, кеш. Жеше, Жәке. Бара бер. Отыр. Бара берші. Уақыт болды. Бара берші деймін. Патриот, келші бет. Не болып қалды, а? Патриот, мен саған не дейді? Мен қонаққа шақыратын болсаң, ана шақырма деп айттым. Ана отырған жерде мен отырғым келмейді. Білесің ғой, қазір екеуміз қырғын боламыз. Мына жер дастарханым. Не ауыза шар ғой, енді ауыза шарға Ол түсінбейді оны. Естіртіп айтсаңшы. Мен саған вообще сөйлеп тұрған жоқпын. Мен Сабарлама естіртіп айтсаңшы. Мен саған вообще сөйлеп тұрған жоқпын деймін саған. Айқайламаңыз, неге айқайлап тұрсыз? Неге айқайламай? Мен сізге айқайладым ба? Мен сен жайында вообще сөйлеген жоқпын. Сен Айқайламасаңшы, неге айқайлап тұрсыз? Мен сізге просто айтып жатырмын. Бәріне Сен естіртіп маған айтып айтпа, сен маған ақыл үйретпе. Үйретіп жатқан жоқпын, мен айтып жатырмын мен сізге. Тілімді қышытпа деймін мен саған. Мен қышса қасыл маған не дейсіз? Сен қалай сөйлесің? Мен қалай мен сізге бірдеңе дедім? Оны сейтті ғой. Дастархан басында дауласқан сендерден көрдім. Қане доғарыңдар осыда, жетер енді. Тура кинодағыдай ұрыспайтын шығарсың. Сен айтсам еще. Балда. Не болды бәріне ұрысып сізге? Қойсаңшы болды ғой. Мен бастық болған екен, адам құсап қара дұрыстап. Еле бастық болса ұрыса беру керексіз ба? Мен ұрысатқан жоқ, мен түсіндіріп жатырмын саған. Түсіндірсең дұрыстап түсіндіріңіз, айқайламай. Сен вообще сөйлеме деп еді. Айқайлама, неме айқайлап осылай болады. Сабыр етіңіз. Қорқытсыз ба, шындықты айтып қояды деп тағы да? Мен не дедім саған? Шындықты айтып қояды деп қорқытсыз ба тағы да? Қандай шындық ол? Қандай шындық? Ала. Өтірік білмек амамыз, айтайын ба тағы да? Айт, пожалуйста. Айтайын ба? Қандай? Тыңдаңыздар. Қазаққа жаныңыз ашымайды сіздің, міне. Осыны айтайын. Көке, сен слушай, маған қара. Әр қазақ менің жалғызым деп жүрген азаматтардың бірімін, надо будет. Жалғызым болса үй бермейсіз ба? Қаңғып жүрген бір қазақ баспасында квартира, Сіз не істепсіз, Сіз не істепсіз? Менде пачк-пачки толып тұр ма? Толып тұрғасын айтып сіз кімге беріп жатсыз үйді? Кімге беріппін ал? Кімге беріппін ал? Айтайын ба? Айт, пожалуйста. Тыңдаңыздар. Бірінші үйді кімге бердіңіз? Кімге бердім? Компанияда бірінші үйді орысқа бердіңіз, Володя деген, пожалуйста, крановщик. Одан кейінгі жылы үйді кімге бердіңіз? Кімге бердім? Анам неміске бердіңіз, жер қазатын. Одан кейінгі жылы үйді кімге бердіңіз? Былтыр ана кухняда істейтін кәріске бердіңіз. Биыл кімге бердіңіз? Биылнан негрге бердіңіз, міне. Айтыңыз. Жәке, қойсаңшы енді. Еще қазақ сөйлейді адам, жынына тиіп бар ғой. Мен саған айтайын, сен маған қара, сен слушай, мені жақсылап тыңда. Оң құлағыңнан кір, сол құлағыңнан шығып кетпес. Айта беріңіз, басып тұр, айта беріңіз.
Мен кімге бергенімді саған айтайын, дұрыстап тыңдап ал. Мен Володяға берсем, инвалидтігімен бердім. 30 жыл кран айдады, 2 аяғы жоқ. Ал ана неміске берсем, ол 10 баланың әкесі, вот именно сол үшін алып дейді. Ал ана кәріс вообще үйде өз салып алған. Еще маған ал мына Алла берген, атайтып тұрған жоқ па? Алла берген. Бұл компания ашылған кезде ең бірінші жұмысқа кірген осы Алла берген болатын. Стажы бар, жұмысын тиянақты жасайды. Алладан сұрады, берді. Ал ешеге маған әңгіме айтасың. Кәріс үй сал. Неге мен салмаймын сол үйді? Неге мен салмаймын сол үйді? Салмайсың. Неміз көп балалы дейді, үй берсеңдер 9-амыз ғой? Володя инвалид дейді. Неге мен дейін? Инвалид? Құдай сақтасын. Алла берген. Ат айтып тұр ғой. Алла берген болғасын бердік дейді. Сонда мен Жаңғырхан маған бермейсің ба не? Сен сұрасаңшы. Сұрап атыр қой. Былайда қалай сұрайын мен? Қалай сұрайын, айтшы, қалай сұрайын? Вот сен, вот жүрекпен сұра, жүрекпен. Мен почкамен сұрап жүрмін ба? Бұл сөз сүнбейді. Вот үлкенге қарап күшті сөйлеген біз. Патриот, ренжіме. Все, рахмет, мен мына дастарханда отыра алмаймын. Білесің, мына мен отырғым келмейді, мен дастарханда. Білесің ғой. Кешіріңіз, мен кешірім сұраймын. Кешірім сұрама, саған ренжіп тұрған жоқ, мен кете берейін. Кешіріңіз, аға, енді ауыз ашар ғой енді. Рамазан айы енді арнайы сіздерді шақырып отырмыз. Келініңіз таңертеңнен бері дайындалып, ет асты. Сіз келеді деп мал сойып, ет асып едік енді. Енді. Вот мен үшін, вот ет үшін, вот сен үшін қалаймын. Все. Болды. Ал енді. Мынау енді. Не болмайды. Мен артық болып тұрмын ғой бұл жерде, жақсы. Все, кете бер. Мен ақ кетейін. Жәке қой деймін. Жәке қойшы енді. Қойшы енді, Жәке. Жәке қой деймін. Ол жерде сенің киім жоқ, сен осылай келдің, Жәке. Жақсы. Сау болыңыздар. Аман болыңдар. Үйлерің іші құтқан берекеге болсын, көп балалы бол. Тағы да үй ал, көп балалы бол, а? Мен ақ артық болып тұрмын, мен ақ кетейін онда. Қойшы, Жәке. Не болды саған сонша? Не болды? Жігітсің ғой. Дұрыс па, дұрыс па сіліп тұра? Енді кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деп отпайық. Енді сондай аузы бекітіп, Рамазанда осындай сауапқа кеңеліп жатсың енді. Болмашы нәрсеге болар, ренжисің бе енді? Құрсыныш дейді. Ер жігіттің мойнында қыларқан шірімейді дейді. Шіріп кеткенмейді. Қойшы енді. Кешіре салсан қайтеді. Кешіре алмаймын, қалай кешіресің? Бауырсың ғой енді, бөтен емес. Қойшы енді, отыршы. Отырмайын, кете берейінші. Ой, сен келеді деп, кенжегім палау пісірді. Не пісірді? Палау пісірді. Мейіз алып тұрып. Бірақ сен үшін қалам. Сен үшін қалайын. Сен үшін. Осы торт пен палау үшін қалам. Болды. Бірақ патриот. Тағы да айтам. Сен үшін қалып жатырмын. Болды. Басқа біреулер үшін деп ойлап қалмасын. Сен үшін қалып жатырмын. Болды. Міне енді бәріміз төрт көзіміз түгел. Мен мына отыра алмаймын. Мен бір дастарханда мына отырғым келмейді. Все, мен кеттім. Все, патриот, рахмет. Мен жүре берейін. Мұхит аға, азақ уақыт қалды. Ауыз ашып кетіңізші. Мен кете берейін. Дәмауыз тиіп кетіңізші. Сәлем бердік. Міне, торт та келді. Көп жаса келдің. Қош келдіңіз. Сіздер үшін. Мына жаққа келіңізші, Басеке. Арнайы сіздер үшін енді қараңызшы. Ауыз ашып кетіңізші. Торт үшін вот мен қалайын. Ауыз ашам, торт жеп кетем, все. Отырғыз, мені ұстап тұрайын, тұрып кетмесін. Болды. Ал, енді. Онда бар ғой жігіттер. Мен кетеме. Жақсы, давай хабарласамыз. Звондайсың ғой. Жақсы анда. Ертең жұмысқа кешікпе. Кім кетейін деп жатыр? Ой, бұл ерте кеттіңіз ғой, мынау үйдегілерге сарқыт анау барғанда жейді ғой. Ойнап айтып жатыр не? Біреуін қал деп айтпайсыңдар ғой? Мұнан отырсын соңғы жағында келесін еді ғой? Ерте кеп қойдым. Аяғында ғой. Аузың беріп болғасын, ұялып кетіп, берік емес болғасын, кетіп баратқан шығар. Ары қарай шығып кетсем ба деп ойлап қалдым. Ойнайтып кез тапқан екенсің. Сендер ғой дастархан берегесін беріп, кетем деп как будто. Менің әйелім құсап бір. Кетем. Әйел кетіп қалған айттым ғой. Жәке, аузын бер қой. Айтып, оразасын.
Ал, қош келдіңіздер. Осы үйді алғалы бері сіздерді бір бастарыңыз қалай қоссақ, үйге қалай шақырамыз деп жүреді, бір реті келмей. Білесіздер енді, кішігірім ремонтты, бәрін үйде құрылыс бітіп, өздеріңіз үйге шақырып, тура Рамазанға түсіп тұр, ауызашар жасап, бір құрмамен болса да өздеріңізді тозақ оттан құтқарыңдар дегенге бір амал етейік деп, сауап жинап қалсақ деген ниетпен ауызашар жасап шақырып едік. Онысы не? Қасиетті ораза 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айы, кешірім айы, мейірім айы. Ойлаңыздаршы, бізді жоқтан бар етіп жаратқан Алла тағала сондай кешірімді екен ғой. Біздерге қанша бұйрықтар бұйырып жатса да, біздер соны кейде орындамай жатсақ та, Алла бізді кешіріп, өмір беріп, балашаға беріп, ары қарай тынысымызды кең демалуға нәсіп етіп жатыр. Ал енді біздер пенделер болмашы нәрсеге ренжісіп, бір-бірімізді кешіре алмай жүреміз. Кешіру деген негізі үлкен нығмет екен. Осы айда бір-бірімізді кешіріп қалайық. Өйткені басеке өзіңіз білесіз ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен оның досы Абу Бакр, оған Алла разы болсын, екеуінің болған оқиғасы жайында бір соғыстың алдында сарбаздардың сабын түзеп жатып, сол кезде Абу Бакр пайғамбарымыздың аяғын басып тұр екен, сап түзеп жатқанда. Сонда пайғамбарымыз қолында қамшысымен ақырын Абу Бакрдың бүйірінен түртіп, Абу Бакр, аяғымды басып тұрсың депті. Сол түні Абу Бакр ұйықтай алмай, дөңбекшіп шықты ғой таңға дейін. Пайғамбардың аяғын қатты басып қойдым ба? Кешірім сұрап үлгере алмадым ау деп, түнімен ұйықтай алмай, таң атысымен ерте тұрып, пайғамбарға барайыншы, кешірім сұрайыншы деп, үйінің есігін ашса, есіктің алдында пайғамбарымыз отыр дейді. 10 шақты қойды жетектеп келген. Алланың елшісі, таң атпай сізді мұнда не алып келді дегенде, Абу Бакр досым, сені кеше бүйіріңді қамшымен қатты түртіп қойдым ба деп түнімен ұйықтай алмадым. Алладан кешірім сұрап шықтым сен үшін. Мені кешірші деп, Абу Бакрдан бірінші болып кешірім сұрап, және мына қойлар саған сыйлыққа деп кешірім сұраған екен. Адамзаттың асылы болған, күнәсі кешіріп қойған пайғамбардың өзі бірінші болып кешірім сұрауға асыққан. Демек бұл үлкен нығмет екен. Сол пайғамбардың екі немересі жайында Хасан мен Хусейннің оқиғасын білесіз жәке. Екеуі ренжісіп қалған кезде аулақ сақалдары келіп, інісіне, сен кішісің ғой, ағаңнан барып кешірім сұрамайсың ба дегенде, атамның бір әңгімесін естіп едім. Кімде-кім бірінші болып кешірім сұраса, Алла оған мол сауап жазады екен. Және жұмақтың дәл ортасынан үлкен үй тұрғызады деп еді. Ағамның бірінші болып жұмаққа кіргенін қалаймын деген екен ғой. Мұсылман адам 3 күннен артық ренжісуге болмайды оның үстіне. Періштелер жақсы амалдарды жазғанда Алла тағала бұйырады екен. Мына бір екі мұсылманның, мына бір екі адамның амалдарын жазбаңдар. Неге десе, ол екеуі бір-бірімен ренжіскен. Екеуі бірінен бірі кешірім сұрамайынша, олардың амалдарын амал дәптерлеріне жазбаңдар дейді екен. Таудай сауап жинағанда болмашы бір ренжістеріміз бізді тосып қалса, сол нендей өкініш бізге. Мынау қасиетті ай, кешірім айы. Міне кешірім 10 күндікте тұрмыз. Бір-бірімізді кешірейік, кешірімді болайық. Осы сәтті пайдаланып, бірінші болып сіздерден осы күнге дейін артық кем кеткен жерім болса, кешіріңіздерші. Мені кешіріп қойыңыздаршы деп кешірім сұрағым келіп тұр. Дұрыс қой, Патриот жағы. Өте жақсы айттың е. Сен мына сөздерің бар ғой, менің нәзік жүрегімді елжіретіп жіберді. Мен кәдімгідей
босап кеттім. Данияр, сен мені кешірші. Не үшін? Ой, екеуміз әлі ренішкен жоқпыз, болашақта ренішіп жатсақ деген ғой. Айтты ғой, жаңа бірінші кешірім саған адам ғой, жәннаттан үй береді деді ғой. Сіздер де мені кешіріп қойыңыздар. Кештік, кешірімді болайық. Кешірім сұрайық. Кешірім сұрайық. Мейірімді екен, ей. Хотя бы мына өмірде үй істетсең де жақта үйің болады зато. Кешір ал. Кешірдік ал. Жарайды. Өз сұрайды ма кешір? Өз сұрайды ма? Ей, Жаке, ақыр сұрадың ғой енді. Шын ықыласыңмен, сызат қалдырмай, мейіріммен сұрасаңшы енді. Кішкене жымайшы. Кешір ал. Бар мейірім сомен. Қош енді. Сонша сұрағанда не қаласыңмен? Патрик, мен де ақымақ емеспін ғой. Енді мен бірінші повод беріп отырмын ғой, өзі үлкен ағамыз бірінші кешірім сұрасын, жәннатқа осы кісі бірінші кірсін, артынан бірдеңе қылып кіреміз ғой деп отырмыз ғой осы жерде. Мынаны қарасаңызшы, Базеке. Мынандай бауыр болар ма еді? Сізді жұмаққа бірінші кірсін депті ғой. Азамат қой мынау. Мынау нағыз жігіт емес па? Жиен ғой негізі бұл маған. Жиенім ғой. Қарасаңызшы. Нағашын ойлап тұр ғой бұна. Сізді ойлап тұр ғой нағашын. Жиен. Нағашыңды кешірен ал. Кешір. Мына ғой, Жаке. Ой, еркелеп отырайын. Жиен, кел. Бари. Ошек. Еркелейді өз нағашыда. Сен кешір нағашыңды. Кеш. Мына ғой, қараңызшы. Мына ғой, нағыз бақыт осы емес па? Кешірші. Кешірдім. Кешірдіңіз ба? Кешірдім. Кешірдіңіз ғой. Кешірдім. Барлығын кешірдім. Алдында қарызды қосып жіберші. Онда кешірдім. Міне, рахмет сізге. Бөле. Сен маған түк қатысың жоқ айналайын. Қарызды кешіріп жүрме деп атқан ғой. Рахмет. Патрик, рахмет. Бәріміз бүгін бір дастарханға жинап мінекей кешірім сұрап, бірімізден кешірім сұрап жатырмыз. Нағашымен достасып жатырмын енді. Бәрі керемет енді. Рахмет енді. Қойды асықпай ала жатармыз енді бұйырса. Алдағы уақытта. Не ғой? Ал? Қандай ғой? Естімедіңдер ме не? Пайғамбарымыз оң қой алып келді ғой бағана. Мен бұл кешірем. Қарызын да кешірем. Қарызын кешірем. Еще мысалы оң қой беріп көріп та. Ма? Жәннатқа кіру оңай деп отырсың бе? Чиеней, мынау. Болды, ертең үй алып, мен саған 10 емес, 20 қой алып барам. Міне, қарасаңызшы. Міне қарасаңызшы, міне кешірім деген қандай, жүректі жеңілдетіп бір бақытты бөлек қояды. Жеңілдеп қаласыз ғой. Міне енді бір үйдің баласындай қараңыздаршы, бақыттымыз ғой. Бәріміз сіздің үйде тұрайықшы. Ойнап айтам. Түрім кетіп қалды кәдімгідей. Жаке, жоқ. Мен қайда сыйдырам деп ойлап қалдым. Бірақ сен тұрам десең, үйді босатып берем ғой мен саған. Жоқ, кішкене тұрайын. Уақыт. Ой, сағат не қыласыңдар, өзім айтам точно уақыт. Бір 4 минут қапты. Дұрыс айтады. Тура айттыңыз ғой, Жемеке? Будильник жұтып қойдыңыз ба не? Асқазаныңызбен айта береді. Ей, тура ауыз ашатын уақыт келген кезде мен асқазаным шырылдап кетеді. Белгі бере бастайды ғой асқазанда. Түкір,
шүкір жиен не болды? Ту, мынау. Ай, уақыт шірген жоқ қой әлі. Уақыт қой мынау. 4 ақ минут қалды шыдай салмадың ба, я? Уақыт бар еді ғой, я. Күні бойы ұстаған оразаң зая кетті ғой енді. Аузың ашылып кетті, бітті. Отыр енді мынан қасына. Келей, екеуміз торт жеп отырайық. Мен әдейі істеген жоқпын мен ораза киімді ұмытып кеттім. Әдейі істеген жоқпын, ораза киімді ұмытып кеттім мен. Бірдеңкеге айналып кетемін бәне. Ой, жоқ. Қайдам жоқты айтпашы. Мен әдейі жеген жоқпын ғой мен. Білмей қалдым мен. Жоқ, сабыр сақтаңыздар, ештеңе жоқ. Ұмытып кетіп ішіп жеп қойған адамды Алла кешіреді, тура сол жерден тоқтатып, ары қарай оразасын жалғастыра береді екен. Иә, ұмытып кеткен адам ораза екен ұмытып кетіп ішіп жеп қойса, Алла тамақтандырады деген бар екен ғой. Сондықтан Аузым ашылып кеткен жоқ? жоқ, әдейілеп болмаса ұмытып кетсеңіз, тоқтатасыз, ары қарай жалғастыра бересіз. Да? Иә. Оған бергенде бір екі колбаса тығып жүреді ғой. Мынаны қарашы, мынаны қарашы. Ай, айтпайды жоқ. Жәкем. Жәке, олай болатын болса, әдейілеп істесеңіз бір күнге 60 күн қарыз қылып ұстайсыз. Бір күнге 60 күн? Иә, сондай дейді. 10 күнге 600 күн. 20 күнге 1200 күн. Сонда сен 1800 күн ұстайсың ба? Қойсын же. Жәңгір, менденен көр сен. Өзіңе қарап ал сен. Сен жаңа анау су ішіп қойып атсың, колбаса деп атсың. Сендерге бар ғой, оразада көп нәрсе істеуге болмайды. Мысалға сендерге оразада жаман сөз айтуға болмайды. Оны бәрі біледі. Одан кейін жаңағы бір ай бойы суға шомылуға болмайды сендерге. Сасып жүре бересіңдер. Сонда сіз оны қайдан білдіңіз, ұстаз? Шейх деп қойса, шейх. Қойсыңдыр. Сіз оны қай жақтан оқып келдіңіз? Ауыз бекітпейтін ұстаз? Өзі бәрін біледі, бірақ біреу істемейді дейсің ғой. Қойыңыздар, бұл қайда Қоншық бауырымыздың бір жақсылыққа ниет қылып жүр дегеннің белгісі ғой бұл. Ораза ұстағысы келіп, ораза жайында мағлұматтар жинап, не болады екен, не болмайды екен деп жүрген ниеті ғой. Алла ниетіне жеткізіп, ораза ұстап кетуін нәсіп етсін. Батыр маған ораза ұстауға болмайды. Неге? Мен намаз оқымаймын ғой. Мә? Жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ. 5 түрлі парыз ғой. Намаз оқымаса ораза ұстауға болмайды ғой. Сондай емес па? Жоқ, олай демеңіз, олай демеңіз. Жоқ, ораза ұстай беріңіз. Оразадан кейін сіз оразаның кезінде намаз оқып кетерсіз. Қош? Сенің әңгімен қызық екен. Онда қабірге барып жатып алсайшы, бәрі өлең ғой деп. Кетші. Мен білмеген екен айтып отырмын, білмеген екен. Онда болатын болса мен таңертеңнен бастап бар ғой, ораза ұстаймын мен. Міне. Болды. Аллаға шүкір. Қабыл болсын. Міне. Сен онда бар ғой. Сен онда таңертең ауыз бекітуге маған кел. Болды, барам. Біздің үйге кел. Сөйтіп екеуміз Жаңырдың үйіне барып бекітеміз. Жәкем ай. Мен үйде болам ба екен? Қабыл болсын. Біздің үйде ақ бекітші осы. Бірақ енді жаңағы шомылмайды деген кішкене қиындау болатын шығар енді Қоншық бауырым. Неге? Енді таңертең кешке дейін теңізде жатып мұхиттан шықпай қойып жоқ шығар. Бірақ енді салқындап алу үшін жуынып шайынып алуға оразада болады. Бәсе, айтпесе біздің жұмысымыз қиын ғой, күннің астында жүреміз үнемі, кешке қарай су құйып алуға болады ғой. Жоқ, Басеке, күннің астында жүретін біз ғой, сіз офисте отырасыз. Кайда істемей қалса деймін. Анау, не ақыр сұрайын деп тұрмын. Не анау, егерде сәресін мысалы ішпедің, ұйықтап қалдың, ертесінде болды ғой, ауыз бекітпейсің, ашық бол, жүре бересің. Болды, әбет жейсің ғой соның. Жоқ, қойыңыз. Жоқ, оразасыз ғой. Оразаңыз жалғастыра бересіз, тамақ іше алмай қалсаңыз. Кешке бар бірақ ауыз ашасыз. 30 күнге бірақ ниет қыласыз ғой енді сіз. Ниетіңіз 30 күнге дейін ораза ғой енді. Ел қатарлы кешке қарай еш нәрсе жемей ауыз аша бересің, Иә, бір белгілі себептермен ұйықтап қалсаңыз, оразаңыз жалғастыра бересіз. Онда кешкі сағат 11-лерде ішіп бірден ұйықтай берсек не болады ол? Жоқ, олай болмайды. Сәресіні ішу керек екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен ғой, сәресіні ішіңдер, сәресіде береке бар деп. Содан кейін бір жақсылыққа жетіп жатсаңыз, бір нығметке бөленсеңіз, сол сәресінің берекесі болуы мүмкін. Дұрыс болды.
Сұрақтан сұрақ, менде де бір сұрақ туындап тұр осы жерде. Патриот, ана адам ауыз берік кезінде сөл бөлінеді ғой, түкірік жұтуға болмайды ғой? Иә, түкірік дейсің ба? Түкірік жұтуға болмайды ғой? Болмайды ғой. Ұстаз, сізден сұрап отқан жоқ. Түкірік жұтуға болмай ма? Жоқ, өзіңдікі болса жұта бересің ода тұрған. Жоқ, енді айтып отырмын. Пакетте біреудікін ұстап жүрмейді шығар. Жәке, Бірдеңе айтсақ, бірдеңе деп сұрап жатырмық қой білмегеннен кейін. Немене оны? жоқ, енді түкірік жұтпасаң сөл бөлінбей шектерің жабысып қалады ғой енді. Енді соны білмей жатырмық қой. Мен аузым ашылып кетеді деп түкірігін жұтып қоямын, ұйықтамай жүрмін ғой. Көрдіңіз бе? Өзіңіз қиындап тастадыңыз. Жинап шөліңіз қандырайын деп жұтпасаңыз болды ғой енді. Өмірдегідей осылай жүре бересіз. Жігіттер сигнал келіп жатыр я. Ауыз ашатын уақыт болды. Кел. Мен азан шақырып жатыр. Уақыт болды. Қане. Өзім құям. Ораза ұстаған жоқ, ең болмағанда су құйып берейін сендерге. Ауыз аштырған адам ораза ұстағанның сауабын алады деуші еді. Толтыр, күш толтыр. Сауаптан жассын. Ал, қане, Жұмеке, өзіңіз үлкенсіз ғой. Аумин деп қойыңыз дастарханға. Бата. Өңкей жастар отырып, үлкен кісі бата берген ят болады. Сенікі керісінше емес пе? Өздерің беріңдер. Басеке, өзің берші. Басеке, қане, үлкенсіз ғой өзіңіз. Аумин деп. Мен бере алмаймын. Мен өзім Мен? Сенің аузың берік емес пе? Жеңеше! Жеңешеңде нең бар? Әйел кісі бата беруші ме еді? Қой, өзің ауыз бектің ғой, кәне. Вариант жоқ па не? Кәне, ауыз шардың өзің дұғасын айтшы. Мынандай 2 жас... Ой! бұл. Осы, да. Енді... Ой, арып демей, буындап берші, хотя бы. Піш деп мысық шақырып отырсың ба? Дауысын шығар, бәріміз естейік. Қытайша беріп отырсың ба, батан деймін? Іштей жақсы кетіп жатыр, Мен өзің берші, бачыт қылдың ғой бәрін. Қан, Жұмеке, өзіңіз берші. Ой, дастарханға байлық, денге саулық, әумин ал ашыңдар. Мұнанқы тойский ғой. Жаттап үлгере алмай жатырмын ғой. Оқысай деп тақия киіп отырсың. Дәке, берші. Оқысайшы. Дұғасы бар қолды өз. Ауыз ашарға асығыңдардан, қан, дәке. Ал бісміллә. Аллахым, сенің ризалығың үшін ораза ұстадым, сенің берген ризығыммен аузымды аштым. Саған иман етіп, саған тәуекел еттім. Сен менің өткен және келешек күнәларымды кешір. Аумин. Дұрыс айтты. Тура ана календардың астында жазылып тұрған ауыз ашардың дұғасы ғой мынау. Жатта болмайсың бе? Ал, қабыл болсын, қане. Алыңыздар. Ниет қабыл болсын. Ашыңдар. Рахат шығар, Не болды? Ұйықтап кеттіңдер ма? Ой, ба. Көзің ашылды ғой енді. Вообще адам танымай қалдыңдар ғой сендер. Айттым ғой мынаның оразасынан қорқам деп. Ауыз ашқанның өз қорқынышты ғой. Тірі ма анау? Жәке. Бәрі дұрыс па, Жәке? Ау? Кесен ала берейін ба? Мама. Мен қайдамын? Біздің идеясын ойымда ма, Жәкем? Мынау кеңірдекке тоқтамай кетті ғой. Свет сөндірші, ұйықтайықшы. Қандай керемет. Базекең деген тер бұрғыда қалды, Базеке. Судың дәмін сезіп жатырмын, судың. Айтпаш, кім пісірген дәмді? Олай өзі, оразаның бір нығметі осы ғой өзі. Күнде жеп жүрген тамағыңды, ішіп жүрген қара суыңның қадір қасиетін түсіне бастайсың ғой. Қандай кереметі Базеке. Дәмі бөлек болады екен ғой қара суың. Өзі мұсылман адамның екі үлкен қуанышы бар екен ғой. Біріншісі осы міне. Қасиетті Рамазан айында Алла үшін ораза ұстап, кешке қарай ауыз ашарға жеткен кезде Аллаға шүкір осыған жеткізген деп тұрып, ауыз ашқан кездегі
мұсылманның қуанышы екен, үлкен қуаныш. Иә, біріншісі сол, екіншісі енді осы ораза ұстаған үшін ертең қияметте Алла тағала барлық адамзаттың ішінен сұрайды екен ғой. Ораза айында ораза ұстаған адамдар бар ма деп. Сол кезде адамдардың арасынан, иә, біз Алла үшін ораза ұстадық дегенде Алла тағала, ораза ұстаған адамдар жәннаттың Ар-Райян деген есігінен кіріңдер деп, сол жұмаққа кіргізгеннен кейін Алланың дидарын көрген кезде қатты қуанады екен ғой. Соған жеткізсін енді Алла, екінші қуанышына жеткізсін, қабыл болсын. Не дедің? Естімей қалдым. Неше қуаныш бар дедің жаңа? Екі үлкен қуаныш бар екен. Екі үлкен қуаныш бар. Сезін алмай отырсың ба, қай-қайсың да? ертеңнен бастаймыз. Сынайым деп ниетке жеткізсін. Мен енді тамақты салдырта берейін. Тамақты салдырта берейін. Мен осы сәтті пайдаланып барып темекі шегіп келейін. Бар ма темекі? Берші, Басеке. Темекі бар ма? Өзімдікін алып шыққаным жақсы болыпты ғой. Тоқта, жүке, болмайды темекі шегуге. Болады. Болмайды темекі шегуге. Ауыз аштық қой қазір ғана. Болмайды деп темекі шегуге. Ол аузың берік кезде болмайды, ауыз ашқан кейін бола береді. Алда берген. Темекі шегіп жатыр анау. Бір жер өртеніп жатыр ма деп қалдым ғой мен. Өртенейін деп тұр ғой. Ауыз берік кезде шегуге болмайды десем. Болмайды. Ауыз ашқан кейін болады десем, болмайды тағы да. Жөмеке, таң атпай ерте тұрдыңыз, ойлаңызшы өзіңіз. Күннен бұрын тұрып, Алла үшін аузыңызды бекітіңіз, таңнан кешке дейін аш жүрдіңіз. Келіп ауызды аштыңыз, таудай сауапты алған кезде, соны бір түтінмен жоқ қылып жібересіз ба енді? Бірден тақуа болып кетуге болмайды шығар олай енді. Зиян ғой, денсаулыққа зиян ғой. Зиян, өтте зиян мынау. Шын айтайын. Енді осы темекі зиян деп, именно осыны Құранда жазып қоймаған шығар енді қойыңдар. Жүке, Құранын не аласыз? Сыртында жазып тұр. Сыртында жазып тұр. Темекі денсаулыққа зиян дейді. Өлімге апарады дейді. Сіздің диагноз жазып тұр, инфаркт дейді. Міне, ал, шек ал. Бұл туралы Құранда айтқан негізінде, Жұмеке. Өз-өздеріңді өлтірмеңдер деген. Өздерің зұлымдық жасамаңдар деген. Қараңыз, қандай аурулар өлімге апарады деп барлық жазылып тұр. Алла сырап еткендер жақсы көрмейді дейді. Сырап етпеңдер дейді. Осыған кеткен ақшаңызға, Жұмеке, одында осы ораза айында өзіңізге, бала шағаңызға бір нәрсе алсаңыз. Нан алыңыз үйге. Нан алуға ақшам бар қойшы. Қара нан ал диетический. Жоқ дегенде бір қара су алып, сол ауыз бекіткен адамның аузын ашып берсеңіз, сұлайып берсеңіз де. Жоқ жітінге берсеңіз, қандай үлкен сауап болар еді. Соны айтамын. Бұл өзіңізге білмейтін шығар, Жұмеке. Бірақ ұрпағыңызға міндетті түрде зияны тиеді бұның. Үлкен зияны бар ұрпағыңызға. Ол ұрпағыма зиян тием дегенше мен кетіп қалам қойдам. Алдыке, ысырап болып не аласың өзің? Бар, соны жесейші бар. Балалар, ренжімеңдер сендер. Кім патриот, мен бар ғой. Даже бар ғой, мен тамақты тастап кете аламын жемей ақшы. Бірақ енді темекін тастай алмаймын. Досым ғой бұл менің балалар. Ренжімеңдер, бар. Тезірек шегіп қайтып келіп. Жүке. Сол темекін шек, ертеңнен бастап жұмысқа келмей қой. Уволен, все. Бар, шек. Пух деп атып кетсей. Қойшы. Түріңгір сеймей. Не болды? Басеке. Лақтырайын деп кеп тұрмын ғой бұл жерге мен мынаны. Давай, лақтыр. Пух, не деген покусник мынау. Жүке, қарап алса лақтырған жері керек болады көз. Міне оразаның бір жақсылығы осы, жаман әдеттерден арылу. Мынау жаңа точно айтты ғой. Ұрпақтарыңа зиян деді ғой. Анау мені жұмыстан шығарып жүріп бала шаға машқап қалай деп қалай. Ақыл деген осы ғой, керек жерде қолдана білу. Міне. Жүке, негізінде сен бастықтан қорықпа, Құдайдан қорықсайшы. Дұрыс айтасың.
нағашым ағып тұр ғой менің не деген сөздер мынау 30 қой беретін адамның сөзі ғой мынау ей жәке қойсаңшы жоқ айтып жатқаным ғой қораңды малға толтырмалайын деп тұрсың ғой сен білімділігін айтып жатқаным ғой ал тамақты қалай қыламыз тамақ ішіп алайық онда тамақ ішіп алайық ағалар білесіздер ғой шам намазы өзі қысқа бірінші намаз оқып алып кейін асықпай тамақ ішеміз болады ғой иә дұрыс қалай дейсіз жұмеке сонымен не болды тамақ па бірінші қамат па қайсысы қамат онда солай асықпай сәлесі келген осы жерде отырып тамақ ішеміз ал бірінші оқып алсақ қай кеттік жаққа қойдыңыз қай мына жаққа бөлмеге дайындап қойдым жүріңіздер мына бөлмеге кішкентай бөлмеге дайындап қойдым жаңа тамақты әкеле бермедіңдер ма? алып келе жатырмын ғой жалғыз қақ болдың ғой сол отқан тамақты күтіп жүр қайда жүр қайда барамыз? айтпаймын жүр айта берсін не намаз оқимыз жүр ей намаз оқи алмаймын мен оқымаймын ғой мен намаз ей ұйысың ғой жүр ей мен дәрет алу білмеймін ей имамның артында тұрасың жүр ей дәрет алу білмеймін деймін қолың жоқ па не бар енді оның не қиындығы бар 3 рет аузыңды 3 рет мұрныңды бетіңді қолыңды басыңды құлағыңды аяғыңды болды қиын ба ана бауырым жаңа мұрнынан кейін не дедің мұрнынан кейін ең оңай жолын айтайын ба ғұсыл аласашы жүр ол жаңа ғұсыл деген не ол ғұсыл деген полный жуынасың ғой бауырымыз ғой доспыз ғой дұрыс па бұл өмірде бауырымыз жай намаздың үстінде дос болайық та екеуміз жүр досым жақсы көремін ғой сені